Кәрістердің сорпаларының секретін айтайын ба? Бүгін самгитан деген тамақ пісіріп жатырмын. Тауықтың сорпасы ғой, былайша айтқанда. Көпіктерін алып тастау керек. Уже керек заттарымыз саламыз. Бірінші менде мынандай көк пияз. Кәдімгі пиязды екіге бөліп саламыз. Осындай тамыр ағаштар көп салады екен. Мынандай пакетиктерде магазинде сатылады. Женьшеннің тамыры, тағы бір нәрселердің тамырлары. Мынандай ағаш салады екен. Мен таң қалғаным. Мына жерде жазылып тұр ғой, Korean Soup Secret дейді. Мынандай осындай сорпа жасап жатырмын. Тамырларды саламыз. Сосын мынау пакетикпен осылай салынады да, ең соңында осы пакетикті алып тастай саласың просто. Ағаштарды да мынандай одноразовый сетканың ішіне салдым енді. Тауықты жай отта енді 2-3 сағат қайнату керек кем дегенде. Осындай болып пісіп жатыр. Енді бұның ішіне мынандай саламыз. Крупалардың бәрі араласқан. Осыны саламыз. Сосын каша болады бұл астында. Примерно осылай. Сағат қайнатқаннан кейін мынау тамырларды, ағаш-бағаштардың бәрін алып тастаймыз.